меңгеретіндерің түбір сөздің жазылуындағы өзгеруін, сабақта бұл меңгеретіндерің және түбір сөздің соңғы дыбысы неліктен өзгеретінін түсінетін боласыңдар. Ал енді осыған бармас бұрын өтілген сабақтардың барлығын шолып өтейікші. Қараңдар балдар, біз түбір, жұрнақ, жалғау, қосымша өтіп жатырмыз, ал енді сол түбірге бармас бұрын ең сол түбір сөз қалай басталған екен, ол ережесі қайдан шыққанын біліп алайықшы. Түбірлес сөз дегеніміз не? Кім айтады? Қол көтеріп жауап беріңіз. Түбірлес сөздер дегеніміз бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды. Мысалы, білім, білімді, білгіш. Жақсы, керемет. Тағы да кім айтады түбірлес сөз дегеніміз? Аяу. Түбірлес сөз дегеніміз бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды. Мысалы, білім, білімді, білгіш, өнер, өнерді, өнерпаз. Керемет. Тағы кім айтады? Ал Ержан айтады. Ержан жақсы айтады. Түбірлес сөз дегеніміз бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды. Мысалы, білім, білгіш. Жақсы. Басқа да мысал айта беріңізші. Айталым. Түбірлес деген бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атаймыз. Мысалы, өнерпаз, өнерші, өнерлі. Жақсы. Айтамыз ба түбірлес сөзді? Ескеріп жатырмыз өтілген тақырыптарды. Сөздерді түбірлес сөздер деп атайды. Мысалы, білімді, білгіш. Отыра ғой. Ал енді балдар, түбір дегеніміз не? Түбір дегенімізді балдар біз екінші сыныпта өтіп қойғанбыз. Тек соны еске түсіріп біз қайталап жатырмыз. Жарай ма? Түбір дегеніміз не? Ержан айтады. Түбір дегеніміз одан әрі бөлінбейтін мағыналы сөздің бөлігін түбір сөз дейді. Керемет. Жақсы. Түбір. Түбір дегеніміз одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір деп атайды. Жақсы. Басқаларын өтпейміз. Түбір сөзге жұрнақ жалғау. Түбір дегеніміз түбір сөзге жұрнақ жалғау. Түбір дегеніміз сөзден одан әрі. Түбір сөзге жұрнақ жалғау. Одан әрі бөлінбейтін Бөлігі қосымша деп атайды. Жақсы, керемет. Тағы да кім? Басқа? Ержан, қосымша дегеніміз. Қолды көтеріп, сабаққа қатысып отырсаңдаршы. Аян айтамыз ба? Айтамыз. Қосымша дегеніміз Қосымша дегеніміз түбір сөзге жалғанатын бөлігін қосымша дейміз. Қосымша. Ол ешқандай қиыны жоқ қой. Қосымша дегеніміз түбір сөзге жалғанатын қосымшаны қосымша деп атайды. Жақсы. Ержан. Қосымша дегеніміз түбір сөзге жалғанатын қосымшаны қосымша сөз деп атайды. Жақсы. Кәусар айта қойшы. Қосымша жалғанған кейбір түбір сөздерге жазылуы өзгереді. Жақсы. Енді ары қарай қараңдар балдар. Сәл ойын ойнап, ойымызды қозғап алайықшы. Жұмбақ жасырам. Бірінші топ, екінші топ, үш топқа үш жұмбақ жасырам. Сәл миымызды ойнатамыз. Сосын көңіл бөліп сәл айтамыз. Жарай ма? Әр нәрсені ойдан құрастырып айта бермейміз. Жарай ма? Түбір қайсы еді? Қолдан көтерші. Түбір тобы. Бір ғажап бар, тілі жоқ, сөйлесем десем, міні жоқ. Кітап. Тез табылады. Келесі екінші топ кім еді бізде? Жұрнақ па? Жұрнақты тыңдаймыз. Сәл күрделі ойланамыз. Сары қозы, көк қозы, қарындары, тоқ қозы. Күзді күні көп қозы, қысты күні жоқ қозы. Күніге шығады ғой. Тағы бақсы, қараңдар. Мұқият тыңдаңдар. Сары қозы. Қысты күні жоқ болып кетеді. Болады қозылар. Білім. Айырып қол көтеріп тұр.
мынандай томпиып қалған ғой. Қысты күзде күні көп болады, жинап аламыз ғой. Қысты күні жоқ болып кетеді, тапшыл болып қалады. Ал енді шет жағасында тілден ұшып қайда барады? Тілден ұшып мен не айтып тұрмын қазір? Не істеп тұрмын қазір? Сөз. Қарасаңдар? Сөз дедіңдер ма? Керемет. Мына бойына тоқта берем. Алып қойып жатыр мына топтар. Керемет. Түбір тобы. Үншен жақсылар отырып алған ма? Қосымшаның жазылуы. Қай кезде түбір өзгереді? Кейбір түбірлер қай кезде өзгереді? Қосымша жалғанғанда өзгереді. Қараңдар, ережесін қара. Ой, экранға қарады. Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысалы қараңдаршы, кітап деген сөзді алатын болса, кітабы, Б мен Ы қай кезде өзгереді екен? П дыбысы қай кезде Б дыбысына айналады? Дауысты дыбыс жалғанғанда ғана П дыбысы Б дыбысына айналады екен. Мысалы, парақ деген сөзде парағы деп тұр, тағы да дауысты дыбыс жалғанғанда. Сондықтан Қ дыбысы Г дыбысына айналып, парағы деген сөз шығады. Яғни, экранда қараңдар, бұл сендердің ашық сабақтарының тақырыбы қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Осы ережені жаттайсыңдар. Жақсы, келесі. Қара, экранға қараймыз. Мысалы, шаңғышы деген сөзді алатын болса, мен сөйлеймін. Шаңғы деген сөзді алатын болса, шаңғы сөздің түбірі, ш, қосымшасы. Қосымшаларды балдар есімізге түсірекші. Өткен сабақта айтқанымызда қосымшалар да өзі екіге бөлінеді деп, жорма, жалғау бөлінеді деп. Ал енді осы сөзде шаңғышы деген сөзде шаңғы түбір болыпты да, ш қосымшасы болыпты. Ал қосымшаның жұрнағы ма, жалғауына ма? Қайсына жатып тұр? Жалғауы. Апталық деген сөзде түбірі апталық қосымшасы болып тұр. Яғни ол жай өзінің қосымшасы болып тұр. Жұмысшы деген сөзде түбірі жұмыс, ш қосымша. Қосымшаның қайсысына жатып тұр? Жұрна. Қараңдар, осы жерде мән беріңдерші. Жұмыс деген өзіміздің күнделікті істеп жүрген ісіміз болса, ш қосылғаны неге айналды? Адамға айналды. Сондықтан оны біз жұрнақ деп айтады екенбіз. Палуандар деген сөз, қара, түбірі палуан, дар қосымшасы болып тұр. Дар қайсысы қосымшаның? Жалғаудың қайсысы? Көпше түрі ма, жеке түрі ма? Көпше түрі. Палуандар деп тұр ғой өйткені. Көпше түрі. Жақсы, келесі. Кітаппен жұмыс екен балдар. Кітапты ашып тұр, бәрімізге ашамыз, дәптерді ашамыз. Теңсіз. Бүгін қарашаның 25-і.
Ал енді қараңдар кітапқа 89-шы беттегі. Қараңдар балдар, 89-шы беттегі бізге айтады 36-шы жаттығуға қара, өлеңді тыңда дейді. Мұқият тыңдаймыз, бірінші мен оқып берем. Сосын мені сұрағыма сендер қол көтеріп жауап бересіздер. Жарай ма? Таптық па? Өлеңді тыңда дейді. Өлең неліктен түн деп аталған? Балалар түнде неге әткеншек теппейді дейді. Ал оқып берейін. Қара бәрі. Ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгіп балбырап, жым жыртыққа ұласты. Біз де үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнасақ та күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тез-ақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынын түсімізде барамыз дейді. Өлең не туралы екен балдар? Балдар, сендерге сұрақ. Түнде неге әткеншек ойнамаймыз? Өйткені ұйықтау керек. Түнде адамдар демалып ұйықтайды. Ал енді бұл балдар әткеншек теуіпті ма түнде? Жоқ. Қайда қайтты? Үйлене қайтты. Ол ойынды қай? түсінде көрді, иә? Жақсы. Яғни өлеңді түсіндік қой? Жақсы. Қараңдар 37 жаттығу дейді келесі. Мәтінді көркем жазып. Қара кітаптарына 90-шы беттегі. Көрдік па 37 жаттығуды? Мәтінді қатесіз әрі көркем жаз дейді. Жазамыз. 37-ші жаттығу. Жаз. 37-ші жаттығу. Жоқ, бір саусаққа. Өлең емес қой. 37-ші жаттығу. Тез қимылдаймыз балдар. Үлгереміз. Көркем көшіп жаз деген бізге. көшіп жазамыз ба? Иә. Сегізінші жаттығуға қараңыз, бәріміз кітаптағы 38-ші жаттығуға. Пішіндерді сәйкестендіріп, өлең құрап жаз дейді. Қараңдар, мен оқып берейін. Елеңдеп құлағы, еліріп тұрады, көреген қырағы, бекеннің лағы дейді. Яғни, өлеңді құрастыратын болсам, өлең қалай жазылады? Екі саусақ бірінің астына бірін жазамыз. 38-ші жаттығу. Екі саусақ қоямыз. Бірінің астына бірін. Елеңдеп құлағы, еліріп тұрады. Басымыз көтереміз, Айша. Кеудені көтеріп отырып жазамыз.
шаршап, қолымызды кішкене серпіп алайық. Жақсы, орнымызға тұрамыз бәріміз. Отбасылар шығады. Бастаймын. Таныстыр. Беріп жемісін сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің тума тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзің қақтың. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышымен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Көңілі отырсақ та балалар. Өзің аша отырдың өміргені, жүзің бал жадырап көңілдені. Есігімнен мен кіріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Керемет. Отырамыз. Даусын ағып шықпай қалды екен. Қалың күдем. Жақсы. Ал енді келесі балдар біздің тапсырмандай парақ таратам. Бұл бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбына сай тапсырма. Әрқайсыларың жеке орындайсыңдар. Птичка қоясыңдар. Қазір алдарына барған кейін түсінесіңдер. Бүгінгі тақырыбымызға кітап, парақ, көрік деген 3 сөзді алдым. Соның қайсысы дұрыс, соған птичканы қоясыңдар. Түсінді қой? Kesin orada kімге беріп орындай бер. Бүгінгі өтіп жатқан тақырыптарымыз. Апай, қаламмен ба? Ал, Қаламмен ба? ручка, қаламдар болады бәрібір. Ішіне жетті. Ал, оқы. Бүгінгі тақырыпқа сай. Абай сөзді алып. Көрікі дұрыс па? Көрікі дұрыс па? Жоқ, көрігі дұрыс па? Онда қосыңдар, алдарында тұрсын. Әр сөзде бір-біреден қайсысы жоқ? Мына сөзді оқыда, мына сөздің қайсысы дұрыс? Мына сөзді оқыда, мына сөздің қайсысы дұрыс? Соны табасың. Суретке түсеңдер. Белгіле, тез белгіле. Қайсысы дұрыс? Болдық па? Ал кім талдайды? Әр топтан бір-бір өтен талдайды. Уақытымыз жоқ әйтпесе. Ал Дидар
ал. Көрік дегенде көркі деген сөз. Керемет, жақсы. Тағына тоқтат. Аяқ. Кітабы деген бар. Парақ деген сөзде парағы деген дұрыс деп толық айтамыз. Парағы деген дұрыс. Көркі деген дұрыс. Жақсы, керемет. Мына топтан. Айша. Көрік сөздің көрікі. Сөздің түбірі сөздің қосымшасы. Ең кітап парақ. Керемет. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Жақсы, ал келесі тапсырмамыз балдар. Мұқия тыңдаймыз енді. Келесі қараңдар. Топтық жұмыс. Экранға қараңдар. Топтық жұмыс. Топта, бер қараңдар, бер қара. Мынау бүгінгі біздің өтіп жатқан тақырыбымыз балалар? Түбір, қосымша, жұрнақ, жалғау. Енді қазір әрқайсыларына мынау түбір мен қосымшаны көріп тұрмыз ба? Қапта не? Ненің суреті? Қарбыздың суреті. Ал енді осы қарбызға мен сендерге қарбыздың тіліктерін таратамын. Топтық жұмыс бәрі отырып ақылдасып, сосын барып қапқа барып саласыңдар тіліктерін. Әр топтан бір оқушы шығып, барып түсіндіріп саласыңдар. Түсіндік қой? Ал, бастадым. Қараңдар ана. Бәрі біздің тілік қасып, тапсырманы орындаймыз. Қайсы қосымша, қайсы жұрнақ, қайсы жалғау деген сияқты. Қай қапқа барып дұрыс салуымыз керек деп ақылдасыңдар. Жоқ, топпен ақылдасыңдар. Топпен ақылдасыңдар бір-біріңмен. Жоқ, бірге салмайсың Айша. Қазір айтып барып саласың ол. Қай қапқа барып салуларың керек? Түбірге ма, қосымшаға ма? Бір-бірден емес. Ақылдасасыңдар бір-біріңмен. Қай топқа салуымыз керек деп ақылдас. Бір топтан бір оқушы ғана жауап береді де барып қапқа салады. Қай сөзді, қай қарбызға барып салатындарды ақылдас. Абай. Қай топ дайын болса шапалақтар. Қай топ? Түбір топ ма? Бәрін дайынсыңдар ма? Берсеңдерші кімге? Топ басшыларына берді, түсіндіреді. Не үшін бұл сөзді алдыңдар? Қай қапқа салу керек екенін түсіндір. Оқы. Жоқ? Апайларға түсіндіреді. Рәбия Сиха Ажарлы бұл қосымша сөзі. Жоқ, не қабап сала бер? Қосымшаға ма? Қосымшаға барып сал. Әнші деген әдемі ол да түбіне қосымша. Қосымша, жақсы. Ал шар деген ол түбір. Түбір, сөздің түбір. Ал көз деген ол да түбір. Түбір, сөз. Ал спортшы деген қосымша. Ал ана деген түбірлі сөз. Түбір сөз, жақсы. Керемет, дұрыс па? Келесі, дайынсыз ба? Жалғау тобы, айтамыз. Дауысын шығарып айтамыз. Дәрігер деген Камиладжы қосымша. Аспаз Амирдің. Аспаз, жоқ, түбір ма, қосымша ма?
түбірге саламыз деп айтсақ, солай дауысын шығарып. Қияр. Қияр, түбір сөз. Жақсы, енді жұрнақ тобы сіздер алдыңыздар. Қайсың? Бер. Топ басшыға береміз. Ақылдасып қоя қай тапқа салатынымызды. Жақсы. Келді сен түсініп қапқа салайды. Адалдық дегеніміз бұл қосымшаға барады. Ал оқулық болса, ол да қосымшаға барады. Ажарлы қосымшаға барады. Қосымшаға барады екен ол сөзде. Өнер деген түбірге барады. Түбір. Өйткені өнер ол түбірі, е? Көлшік деген қосымшаға барады. Қосымшаға. Суретші ол да қосымша. Керемет. Дұрыс па балалар? Ал енді қараңдар. Біздің әлі тапсырмамыз біткен жоқ. Енді қарасаңдар жанында көбелектер тұр, е? Көбелектің үстіне қарасаңдар біздің өтіп жүрген ережеміз екен. Қараңдар. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі ол дегеніміз түбір сөз. Келесі көбелекке қараңдар. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөзді ал енді қараңдар. Мына көбелек неге барып қонады? Гүлге барып қонады. Мына гүлдердің әр гүлдің жапырағы осыны енді жапырақтың гүлді көбелекке барып саласыңдар. Жарай ма? Бұл да тура мынау біздің өтіп жүрген тақырыбымызға сай. Қайсысы түбірге барады, қай көбелекке, қайсысы қосымшаға баратын қараңдар. Топпен ақылдасамыз. Топпен ақылдасамыз. Қосыламыз. Күндер бейді қосыңдар. Мынандай сөз қайсына апарам көбелек деп. Дайынбыз ба? Қай топ дайын? Шапалақ ұрып. Ал, жалғау тобы дайынбыз дейді. Тез ақ. Түсіндіріп салып жүр көбелектерге. Айшаны ғана жібере береміз ба? Оқушыларды айтсаңдар. Дәрі дегеніміз Жақсы. Түбір тобы тұтса ғой. Керемет, дұрыс. гүл деген ол түбір сөзге барады. Ал татулық деген туынды сөзге барады. Өнерлі дегенде, іскер дегенде, жазушы деген. Керемет, жақсы. Тек топ басшылы шыға береміз ба? Тез көңілі. Айтсай. Сөйлеп айтсаң, сөйлеп түсіндірсең. Қай сөзге жібердің? Татулық деген сөз ба? Жақсы. Салып қойды ма? Керемет, жақсы. Дұрыс қой, е? Енді қарап, экранға қараймыз бәріміз. Ребусты шеш дейді. Ребусты бәріміз шешкенді жақсы көреміз, жақсы шеше аламыз, е? Қараша деген сөз шықпалар? Ал енді сендерге сұрақ. Қараша айы қай мезгіл? Соңғы ай. Күзден кейін қай мезгіл келеді?
керемет. Бәріміз ребусты жақсы шеше алатындарыңды білдірдік. Келесі қараңдар балдар. Үй тапсырмасы күнделіктеріңді ал. Жазамыз. Ережені жаттау. 41-ші жаттығу үйге аласыңдар. Оның астында жаңа орындаған тапсырмаларымыздың астында 41-ші жаттығуды үй тапсырмасын аласыңдар. Тез-тез күнделікті ашамызды жаз. Ережелер жаттау. Ережелерді қайталау, жаттау десеңде де болады. 41-ші жаттығу. Тез-тез я. Жас болды ма? Ең жаңа 41-ші жаттығу десей. Болдық па? Ал енді қолды қоямыз, дәптерді жабамыз, күнделікті жабамыз, қолды партаға қоямыз. Болған оқушылар мұқият маған қарап. Енді қараңдар балдар. Бүгінгі өтіп жатқан ашық сабағымыздың тақырыбына не өттік еске түсірейік. Мен оқимын, я немесе жоқ дейсіңдер, жарай ма? Қараңдар, бірінші. Ережелерді бәріміз еске түсіріп шолып өттік па? Жақсы, керемет. Кітаппен жұмыс жасадық па? Жаттығу жазылды ма? Керемет. Жеке жұмыс жасадық па? Жасадық. Тесттер орындадық па? Тест қабылдайық, үй жұмысын алайық. Үй жұмысы күнделікке жазылды ма? Жақсы, керемет. Балдар, бүгінгі тақырып барлығымызға түсінікті ма? Арамызда түсінбей қалған оқушы бар ма? Яғни мүлдем түсінбедім деген оқушы бар ма? Бәріміз сабақ түсіндік па? Яғни жаңа қолдарында әр топқа мынандай стикер ұстаңдар, стикерлер. Соны мына жерге қара, рефлексияға келіп, қара, өте жақсы түсіндім, немесе сабақты жарылмай түсіндім, немесе қиындықтар кездестірген қайсысы керек, әкеліп жабыстырамыз керек. Өздерің білесіңдер, жағдай сабақты түсіндіңдер ма? Білдіңдер ма? Жабыстырып болғанда шығып кетеді. Бір-біріне таратамыз бір-бірімізге. Тоқтап бермейміз. Біреуін жабыстырасыңдар ғой. Бәрі сабақ жақсы меңгерген сияқтысыңдар ғой, иә? Қарасам, барлықтарың сабақты жақсы түсінген сияқтысыңдар, жақсы меңгерген сияқтысыңдар, иә?